бәрін алып келетін. Қолына ұстап та жүреді. Өкініштен жарайды, ғимаратқа жете алмай жүргендер бар. Осы ғимарат сол үшін салынған жоқ қой? Сол үшін салынды. Мына жаңа кеше өзім мына Асатаяқ істеген екен ағамыз көреш бар, шеберханасын көреш деп барсам, кәдімгі үйлерінде шеберхана ашып алған еді. Басқа орны жоқ. Болсын үйінде де бәрін үйінде қазір бәрін үйінен ашып алған. Сосын көрдім да ағама кәдімгідей нем кетті. Қалай бұл үйінде кәдімгі үйінде істеп отыр. Бір мякин ішіне істеп отыр. Шеберханамыздан үй аламыз дейді, сырттан келетін болса. Мықты кісілер келеді, сіздердің сөздеріңізді мен мынау екі жігітте келіп отқан екі жігітте қазақтың жанашыры ғой, екеуі де айқайлап отырады. Осы 4-5 жігітке мен ырза боламын. Сол ертеректе Манап Көкен былай дейді: қызықпаймын ақшаға, алтынға да, алтыннан көпке қымбат парқым бар да, елеусіз боп ешқашан қала алмаймын, есімді ұмытпас халқым бар да дейді. Ал дәл осы жағдайға, бүгінгі жағдайға Манап Көкеннің баласы Әбдікәрім Манап былай дейді, Ринаттың ағасы: баспанасына қарлығаш ұя салған халықпыз, сәкендерін өлімге қия салған халықпыз, өзгеге беріп биікті ала салған халықпыз, қынадай қырған ермаққа қала салған халықпыз деп, біз мынау 30 жылда некесіз туған балдардың игілігіне қазақтың салт дәстүрін айырбастай салдық. Кешегі 80%-ға мен бір өлең шығарып қойғам, сол 80% бүгінгі таңда 30 жылда өрескел бұзылып, мынау қазақтың болмысын құртты. Мен түнде ғана осыны Ринатқа жазып жібердім былай деп: бір қойды сойса, сол қойды қайттан тірілтетін мүмкіндік бар. Сиырды сойса, сиырды тірілтетін мүмкіндік бар. Жылқыны сойса, жылқыны. Мен жылқының 4 тұяғын сирағымен қоса 120 мың ақша қылам. Әшейін мұнарадан бастап 120 мың ақша қылам. Мына тірілтем деген салып еді. Ал енді мынау терісін 300 мыңға шығар. Мына жан болады. Ал енді Гауһарбекке салсаң, жаңа қобызына пайдаланады. Бізде бұл өнерді бір жетіскенімізден істеп жүрген жоқпыз, бір дүние қуып жүрген жоқпыз. Бұның ешқайсы дүние қуып жүрген жоқпыз. Азаннан кешке дейін тырбаңдап, қолдары жырың болып, енді Гауһарбектің де рең алғаны қазір ғой. Осыны түбіне жетем деп бір Дәурен деген баламыз бар еді. Ол таразда қазір көмелөкпеде жүр. Мақсатымыз мынау қазақтың салт дәстүрін, қадір қасиетін, болмысын көтеру арқылы ұлттың мүмкіндігі. Бізде бүкіл шикізатты өндіреді. Бүкіл шикізатты осылар өндіріп отыр. Мұна енді әбекеңді қазір осы арада қариямыз, бұл кісі Қызылорданы керамикадан тұрғызып кетті. Мен Түркістанда тұрғанмен Қызылордада жұмыс істеп жатырмын. Дәстүр деген орталығым бар. Қазір 7 ауданда, бір қалада биыл 8 адам Түркияға жолдама алды. Осы өнердің арқасында. Мына жерде Құдайға шүкір осы салада бірге келдік, бірге жүрміз. Бірақ бір рет Түркістанның осы шеберлерін жиналысында саған мынаны істеймін деген сөз шыққан емес. Сосын биыл мына қауымдастық ашып Жанболат Сүйінбаев деген бауырымызды тағайындадық былтырдан бері. Енді бұл заңды болмаса болмайтын болды деп. Сол заңдастырған күннен бастап-ақ біздің сорымыз төмен қарай кете бастады. Өйткені біз қауымдасқан сайын олар бізден бәрін алып қоюға тырысты. Сөйтті да, міне шеберлердің жүрісі мынау, сенде бір кірпіш дүниеге тетігін таптап бір қалан десе, бұлар тетіктен ақтастады. Сөйтіп қазір қанша оқушы Францияға барып келген жөнінде бұл мақтанатын нәрсе емес, жылайтын нәрсені айтып отыр жаңа. Әбекең Өзбекстанға барып жылап келгенін айтып отыр. Burada bir osal жандар жоқ. Негізгі мақсат қазақтың болмысын көтеру. Бұраның мақсатының бәрі сол. Түсіндік, оның бәрі қатты жазылды ғой арызда, иә. Иә.